Биыл ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысымен еліміз бойынша үздік бестіктің сапынан көріндік. Сондай-ақ мектеп бітірген түлектердің 97% жоғары және арнаулы оқу орындарына түсті. Әрине бұл құрметті мамандық иелері ұстаздардың ерен еңбегі. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев осы орайда мұғалімдердің кәсіби мерекесіне орай сала үздіктерін марапаттап құрмет көрсетті. Білім саласындағы ең басты жаңалық биыл аймақта апаттық жағдайдағы мектептер түбегейлі жойылып, оқушылар типтік үлгідегі білім ошақтарында дәріс алуда. Сондай-ақ 3 пен 6 жастағы балғындарды балабақшамен қамту 100%-ға орындалды. Тағы бір айта кетерлік жайт, білім саласына қаржы бөлуде Қызылорда облысы 16 аймақтың ішінде көш басында. Сондықтан білім сапасы жөнінен де алдыңғы қатардамыз. Әрине, осында қолдау мен сыр ұстаздар еңбегінің арқасында білім беруде қол жеткізген табыстарымыз да аз емес. Білікті де білімді ұстаздардың тынбай ізденуінің арқасында мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік оқушылар саны артып келеді. Шәкірттеріміз республикалық, халықаралық деңгейде білім бәсекелерінде алдыңғы қатардан көрініп жүр. Мектеп бітіруші түлектер алыс жақын шетелдерде, Ресей Федерациясының алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында, еліміздегі жоғары оқу орындары мен колледждеріне оқуға түсіп білім алуда. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуде ұстаздардың еңбегі ерен қашанда. Салтанатты шарада бала жанының бағбан атанған ағарту саласының майталмандары құрмет төрінен көрінді. Оқу енемен құдық қазғандай деді. Болашағымыз осы жас ұрпаққа білім беру. Сондықтан жаңартылған білім бағдарламасы бойынша балаларды тәрбиелеп, шаршамай талмай қызмет жасай берейік. Еңбек оңай болған жоқ, бірақ бүгін өте қуаныштымын. Еңбектің ақталғанына барлықтарыңызға мереке құтты болсын.